Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында дәл пиццериядағыдай өте дәмді, жасалу жолы оңай пиццаны дайындап көретін боламыз. Үйіңіздегілердің барлығына, балдарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Ең бастысы жасалу жолы өте оңай әрі өте дәмді. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен қамырын ашытуға кірісетін боламыз. Бізге 2 бокал су қажет болады. Бірінші бокал осылай ыстық су болса, 2 кіші қасықпен тұз салып ертіп алып құйып алатын боламыз. Екінші бокал мұздай су құйсаңыздар, сонда теңесіп жылы су болатын болады. Содан соң 2 кіші қасықпен ашытқы салып, бетін жауып, 10-15 минутқа қалдыратын боламыз. Бұл уақыт аралығында осы қызанақтарымызды қайнап тұрған суға салып, бұны да 10-15 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Бұл бізге ішіндегі соусына қажет болатын болады. Содан соң қамырын ашытуға кірісетін боламыз. Осылай 5-6 минутқа қалдырсаңыздар, бетіне көпіршіктер шығып дайын тұрған болады. Онды електен өткізе отырып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз дайын болған соң, бетіне кішігірім ғана сұйық майымызды құйып, жағып, ашытуға, көтерілуге жіберетін боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама жаңадан келген қонақ болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Өйткені менің арнамнан оңай, өте дәмді және де әртүрлі рецептерді таба аласыздар. Бірінші, екінші тағамдар болсын, барлығы бар. Сондықтан видеоны ұнап жатса лайк бас, комментарий қалдырып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Қамырымызды ашытуға жіберген соң, соусын дайындауға кірісетін боламыз. Осылай қайнаған суда қалған қызанақтарымыздың сырты өте оп-оңай алынатын болады. Барлығын тазалап алып, жақсылап блендермен езіп алатын боламыз. Егер блендер болмаса, мясорубкамен немесе пюре кезгішпен де жақсылап езіп дайындап алсаңыздар болады. Негізінде соус дайындамай-ақ кетчуп майонез жағып, осылай оңай жолмен де пицца пісіруге болады. Ал біз дәл пиццериядағыдай пицца дайындаймыз деген соң, осылай тура пиццериядағыдай соусын дайындап жатырмыз. Осылай жақсылап езіп алған соң, оны шетке ала тұрып, 3-4 сарымсағымызды ұсақтап турап алатын боламыз. Яғни біз ең алдымен сұйық майда сарымсақты қуырып алатын боламыз. Оның артынша өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша зелень, яғни көкөніс салып, содан соң жаңағы езіп алған қызанақтарымызды салып, 2-3 минут қана қуырып алатын боламыз. Бұл соус көп қуырылмайды, өте тез дайын болады. Сондықтан тез араластыра отырып, тез ғана қуырып алғандарыңыз үшін. Егер соустарыңыз сұйық болып қалса, өте кішігірім ғана ұн салып, жақсылап араластырып жіберсеңіздер болады. Сонда кішкене қоюланады. Менде де сұйық болып қалған соң, осылай кішігірім ғана ұн қосып алдым. Оның артынша өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша осылай қызыл бұрыш, дәмдеуіштердің дәміне қарай тұзын салып, араластырып, астын сөндіретін боламыз. Сонымен біздің соусымыз дайын. Және де қамыр ашып дайын болады дегенше, осылай керекті пиццаның ішіне керекті ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Мен осындай ірімшік қолданамын. Сіздер өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша қолдансаңыздар болады. Осылай үкіштен өткізіп дайындап алатын боламыз. Ал шұжық, менде осылай Нарленнің халал шұжықтары. Өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша кез келген үйдегі бар шұжықты пайдалансаңыздар болады. Бұны да әдемілеп турап дайындап алатын боламыз. Біз 2 түрлі пицца жасап жатқан болғандықтан, екіншісі бізде қызанақтарымызды да турап дайындап алатын боламыз. Бұл уақыт аралығында біздің қамырымыз осылай ашып, көтеріліп дайын болады. Әдемі ашып шыққан қамырларымызды осылай 2 бөліп алып, біреуін пакетке салып қалдыра тұрамыз. Ал екіншісін әдемілеп жайып, домалақтап, егер сізде пісіретін табаңыз 4 бұрыш болса, 4 бұрыш етіп жайып алсаңыздар болады. Осылай жайып алып, пиццамызды жинастыруға кірісетін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай көлемін үлкендеу етіп жайсаңыздар, шетін осылай бортикке етіп әдемілеп жасап шықсаңыздар болады. Яғни шетіне артылып жайылатын болса, осылай әдемілеп түйіп алсаңыздар болады. Содан соң 3 қасықтан, яғни дәл осы дайындаған соусымыз бізге 2 пиццаға жетеді. 3 қасық салып алып, әдемілеп оны жайғастырып алған соң, сыр салып, шұжықтарымызды салып, духовкамызда ең жоғары градуста пісіруге жіберетін боламыз. 7-8 минутта пісіп дайын болатын болады. Менде әсел пеш, сіздердің өздеріңіздің пештеріңіздің қызуына байланысты градусқа қойсаңыздар болады. Мен ең жоғары градусқа қоятын боламын.
Жаңа айтып өткенімдей пиццалар өте тез, яғни 7-8 әрекетте 9 минутта дайын болатын болады. Сондықтан күйдіріп алмай, әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Біздің екінші пиццамызды духовкаға жіберіп жатырмыз, мінекей. Сонымен біздің өте дәмді үйіңіздегілердің барлығына өзіңізге де ұнайтындай жасалу жолы да өте оңай. Балдарыңызға барлығына ұнайтындай пиццамыз дайын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Видеоны ұнап жатса лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.